сіздерге мына 9 түрлі пластыр жайлы, сосын кейін кофе жайлы, X-Slim жайлы айтайын. Ертең тағы да екінші күн қазақ тілінде берем. Ол жерде мына бет күтімі, косметикаларымыз жайлы айтайық. Сұрақтарыңыз болса қойып отырасыздар. Негізі өнімдерді алып қолданып жатқан шығарсыздар. Алдық уже. Өте керемет. Енді мен осы жасқа келгенше менің өзімде бір құшақ ауру болды. Енді өздеріңіз білесіздер, біз енді екі заманның адамдарымыз ғой. Біз өте қатты ауыр жұмыстарда істедік. Денсаулыққа күтетін уақытта болған жоқ. Мінекей сондай кезде біз өзіміздің денсаулығымызды күту үшін өзімізді жақсы көргеннен кейін ізденеміз. Қандай жақсы өнімдер бар, қай компанияның өнімдері жақсы деп. Мінекей осындай біз Алладан сұрағанымызды осы компанияға келіп тірелдік. Осы компанияның өнімдері расында да біз қызықтық. Трансдермальды пластыр деген бұл не? Ол пластыр қандай қызмет атқарады? Оның пайдасы қандай? Расында да ол бізге әсер ете ме екен дегендей. Мінекей осы компанияның өнімдерін өзіміз бірден үлкен сомаға кіріп 375 мыңға, жаңағы $750 бірақ алдық. Өйткені ол бізге бір тал, екі талдан алып отырып, ол денсаулық түземейді. Көп адамдардың түсінігі өте қиын, түсіндіре алмаймыз, түсінгілері келмейді. Қазақстанда компания өте көп, өнім де өте көп. Бірақ соның ішінде әр заман бір орында тұрмайды. Біз жаңалыққа жанымыз құмар. Қандай жақсы жаңалықтар бар екен, қандай жақсы өнімдер бар екен. Енді әркім өзінің денсаулығына қарай. Әдемі киінетін адамдар, әдемі киім, мода қуатын адамдар бар. Әр саланың мамандары бар ғой. Бізге дүниеде керек жоқ, бізге тек қана денсаулық керек. Алладан жатсақ та, тұрсақ та тілейтініміз осы жатып қалмасақ екен, балаларға күніміз қарап қалмаса екен деген ойда біз ойлап жүрдік. Міне содан Құдай өзі шын пейілімізге, ниетімізге осы түрік компаниясының өнімдерін бізге алып келді. Оны алып келгенде де біздің өзіміздің жоғарғы тәлімгерлеріміз, өте білімді мамандарымыз, өте білікті қыздарымыз, жігіттеріміз барып, өзі Түркиядан барып, осы компанияның президентімен кездесіп, көріп, көздері жетіп, өздері қолданып, келіп алып келді. Алып келген күннен бастап біз бірінші күні алып қолдана бастадық. Расында да әр өнімі бізге біріншіден қызық болды. Расында да бұл өнімдер қалай әсер етеді, мүмкін емес деп. Көрдіңіз, біз заман бір орында тұрмайды. Технологияның сондай қатты дамып кеткені сондай, осы кішкентай ғана мынандай ғана дөңгелек пластырдың өзінің адамның ағзасына қалай әсер етіп жатқанын көрдік. Сол 9 пластырдың бәрін түгел мен өзім қолданып жатырмын. Өзімнен аямаймын. Өйткені менде артрит, артроз, ревматизм жүрекке шапқан, шпоры, асқазан ішек жолдары ауруы, бел ауруы, бастың дыңылдап тұрып ауруы, қан қысымы деген сияқты, ол қазір екінің бірінде. Ол бүткіл Қазақстанда, қазақстандық адамдардың бәрінде бар десек те болады. Өйткені кезінде денсаулықтың қадірін білмедік. Енді қартайғанда осы дәрі шығып отыратын кезге келдік. Бірақ Құдайға мың шүкір, мен 3-4 жыл болды бұрынғы проектіден бальзамнан бастадық. Бальзамды ішіп, одан да жақсы нәтиже алдық. Ал мынау қазіргі келген ТТС дейміз ғой, трансдермальды пластырлар. Бұл адамның ағзасындағы пайдасын көріп, өзім қатты қуанамын. Өзімнің отбасыма, бала шағама, немерелеріме біреуіне де мен қазір дәрі ішкізбеймін. Қазір ғана 2 немерем ауырып, қазір ұсақ балалардың бәрі ауырып жатыр. Гонконгский вирус дейме, қорқынышты ауруларды айтып жатыр. Балалар мектепті онлайнға шығарып жатыр екен, балаларды, кіші класс оқушыларын. Міне қазір 2 немереме де пластырды жапсырып жібердім. Грипп түшкіріп, түсініксіз, температура беріп қалып жатыр. X-Pain жапсырдым. Кіші, жіңішке саусақтың жіңішкелігінде, мына кіші саусақтың жіңішкелігінде қылып, қазір жабыстырып жібердім. Өйткені мен оны қалай келеді немерелерім бәрінен аямай жапсырамын. Әке-шешелер қарсы болса да қарамаймын. Дәрі ішкеннен гөрі дәріні біз қалай келіп жатыр, қандай жолмен келіп жатқанын қазір жаңалықтарына да елдің бәрінің көзі ашық, бәрі біледі. Оны қалай қолдану керек екен, оның пайдасынан зияны көп екен. Ал мына пластырларды ол жердің біз врачтармен сөйлестік. Олар бізге көбінесе шығып, осы эфирдан түрік тілінде сабақ беріп жатыр. Врачтар осы өнімді ойлап шығарған, және оңтүстік Кореядан келіп жатқан красный женщинадан жасалынған өнімдерді, оның бәрі жайдан жай келіп отырған жоқ. Қараңыздар, қолдандық, жапсырдыңыз, болды, ұмытасыз. Өте ыңғайлы. Оның артынан су ішіп жүрудің керегі жоқ, уақытымен ішудің керегі жоқ. Жапсырдыңыз, денеңізге қандай тамаша, керемет. 24 сағат өзінің қызметін атқарады. Және сіздің басқа мына асқазан, ішек жолдарыңызға ешқандай әсерін, зиянын келтіріп жатқан жоқ. Кейбіреулер дәріні уыстап ішеді, капсуланы жұтамыз. Оның бәрі білесіздер қандай әсерге батқан. Қазір елдің бәрі өте ақылды, көздері ашық, білімді. Бәрін қазір YouTube каналынан болсын, бәрін тауып алады. Жаңа GPS жаққа салып, сол жерден
GPT чатқа салып ол жердің бәрін түгелі тауып алады. Қай өнімнің құрамы немен байланысатынын бәрін түгелі біліп отыр, қараңыздар. Мінекей сол өнімдерді мен өзім жапсырып өзіммен көргеннен кейін мен бәрін айтып түсіндіруге тырысамын. Әрине естер құлақ жоқ, сенбейді елдер. Сенгілер келмей ма, түсіндіріп біз әлек боламыз, бірақ айту біздің парызымыз. Өйткені мен өзімнің ағайын туған туысқандарым басында алмай, сеніңкіремей, қорқақтап, сен сондайға сенесің ба, қай заманда өмір сүріп жатсың дегендей, сондай керекке қылып күліп, мені мазақтап сөйтті. Апа, сен пенсияға шыққаннан кейін енді қуып кеттің ба дегенде, жастардың тілімен айтқанда сондай жағдай болып жатыр. Мен айтамын, жоқ, біз оны ізденіп отырмыз, көріп отырмыз. Ол жерде де врачтар отыр, олар да еңбектерін сіңіріп, бәленбай миллиондаған ақшаларын құйып, сондай заводтың жартысын компанияның өзі сатып алып отыр. Бізге енді Құдай қаласа Кореядан тікелей келіп отыр. Товар жетпей жатыр. Қазір дефицит, қарап отырсыздар. Ол неге? Ол әте жасалып отырған дүние емес, ол өнімнің мықтылығы. Оны елдер енді түсініп жатыр. Бізге мына Орта Азияға енді келіп жатыр, ал Европада оны 20 жыл бұрын қолданған екен. Соның кереметтілігін көрген кезде қаншама адамдарымыз результат алып отыр. Результат өзіміздің чатымызда отырған, өзіміздің командамыздағы, өзіміздің осы Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі результаттар. Иә, біз кішкене қазақ десе өзімізге тиіп кетеді, ерінеміз, результаттарымызды айтқымыз келмейді, кейде көз тиіп қалады деп қорқақтаймыз. Ал бұл результаттан қаншама адамымыздың керемет результат алып отырғанын көріп отырмыз. Мен даже өзімнің командамдағы адамның осы женский пластыр жаңа XG мен XH-ні жолдас екеуі бірдей қойып, 2 жетінің ішінде өмірге нәресте, 16 жылдан кейін нәресте көтеріп отыр. Міне Құдай қаласа декретный отпускаға шықты, енді аман есен бостанып алғаннан кейін барып, біз оны кәдімгідей жарнамалаймыз. Өйткені қазір біздің қазақ ырымшыл халық, білесіздер, көз тиіп қалады, қорқамыз деп айтқызбай отыр. Жарайды деп оған да көніп отырмыз. Ол ең үлкен нәтиже. Бірінші Алла, екінші осы пластырдың құдіреттілігі. Сондай таза еңбектің құдіреттілігін айтып, мен өзім қатты қуанып отырмын. Енді сол 9 түрлі пластырдың ішінде ең жаңағы король деп айтсам болады, X-Pain пластырын мен тура енді басын деймін. Өткенде мен қазір магний водород ішіп жүргеннен кейін ойладым, магний водородты кішкене X-Lime ішіп жүргеннен кейін магний водородты қоя тұрайыншы деп магний водородқа көштім. X-Painді жапсырған жоқпын. Білесіздер ме, бәрібір организм іздейді. Магний водородты ішкеннен кейін маған қатты обострение берді. Сүйектерім қақсаған кезде, түнде жататын кезде мен даже аяғымды бір аяғымның үстіне қоя алмадым. Сүйегімнің қақсаған өзімде түсініксіз болып қалды. Бірақ қуандым. Обострение берсе, яғни сізге ем жүрді деген сөз. Одан қуандық, бір шыдауға болады. Шыдадым, бірақ ертеңгісін тұрғанда ештеңке болмағандай. Қайтадан X-Painді жапсырып алдым, ауырған табаныма, тобылғымның астына, тірсегіме деген сияқты, тіземнің астына, тіземнің үстіне бұрынғы сықырлап тұрған қазір сүйектеріміздің жаңағы жілік майы дейді ғой, жілік майы кеткеннен кейін сүйегіміздің сықырлап үгітілетін содан екен. Қазір Құдайға мың шүкір, сықыр да жоқ. Мен таң қалам. Мүмкін емес деймін де, өз-өзімді күнде сынаймын. Жапсырып жатып Алладан тілеймін. Алла, біріншіден Алла өзіңе рахмет, екіншіден мынандай компанияның өнімдеріне рахмет деп. Және компанияның құрылтайшысы жап-жас жігіттер мен қыздарға, мысалы жаңағы Гюркан Кандемес жолдас екеуін, жұбай екеуін жас әкеп жатқан компаниясына. Сол пластырдың ішіндегі X-Pain, оны бәріңіз қолданып отырған шығарсыздар. Мен өзіме X-Painнің алып отырған әсерінің өзі 100% емес, 1000% деп айтсам болады. Қалай жапсырам, бірден ауырғанды басады. Давлениеңіз болса да, енді давлениеміз ара-тұра көтеріліп қалады давление. Қаншықтан біз әлі диета сақтай алмаймыз. Тамағымызды қой сүт шай ішеміз, сүтсіз шай ішуге тағы да болмайды, басымыз ауырады деп әптен өз-өзімізді сондай жаман үйретіп алғанбыз. Қара шайды бір ішіп үйренемей-ақ қойдық. Мінекей сол кезде табанымызға жапсырып қоямын. Көшеге шығатын кезде, жолға жүретін кезде бір рахат. Табаныңыз аурудың бәрі біздің табаннан басталады. Өмір бақи жаңа ревматизмді білесіздер. Тура сүйектеріңіздің бәрін қақсатқан кезде буын-буынның, әсіресе мынандай ауа райы бұзылған кезде мен қол аяғымды қай жаққа тығарымды білмейтінмін. Қазір оның біреуі де жоқ. Ұмытып қалып, мен ондай аурумен ауырғанын ұмытып қалғам. Кейде қызым айтады, күледі, осындай күзді күні мама сен аяғыңа мәсіңді киіп алып, қалың етігіңді үйде киіп алып отырушы ең, қазір кішкене оны қойдың ғой дейді. Мен айтамын, Құдайға шүкір, енді біз ағзамызды күтіп жатырмыз ғой. X-Pain мені құтқарып отыр деп, X-Pain бар, Recovery'ді жапсырып жатырмын, X12, ол да бізге керек. Бәрі қанша 9 түрлі пластыр бар, бәрін жапсырамын. Даже осы жақында ғана менің көзім, мына оң көзімді жұмсам ашылмай қалатын өзінен-өзі. Кейде бір жұмас қой, көзіңізді қысқан кезде көзім ашылмайтын. Содан тағы уайымдай бастадым. Ойбай, қартайған деген осы екен. Енді ыңғайсыз, ұят, көзіңіз жұмылып қалса, ашылмай қалғаны.
Сосын бір күн Зарина ханым келген кезде айтып едім, күлді, омеганы не болмаса X нені омега не болмаса X дкны жапсырмайсыз ба деді, X қолды. Сосын алып, міне қазір жапсырып жүрмін. Жапсырдым, 2 күннен көзімнің жұмам, қайтадан әдемі болып ашылады. Бұрын жұмған кезде ашылмай қалатын. Мінекей қараңыздаршы, қалай сенбейсіздер? Енді оның бәрі самовнушение деп айта алмаймын. Оның бәрі, значит, оның ішіндегі біздің жаңағы 5 қабатты жаңа трансдермальды пластырымыздың біздің ағзамызға қалай керемет тікелей әсер беріп жатқаны. Оның құрамында әрі укол, әрі система және ағзаға керек бүткіл витаминдердің бар. Біз оны түсіндіріп, енді сіздер командада отырсыздар, сіздер білесіздер, біз өзіміздің командамызға регионға шыққан кезде соларды айтса, олар бір ертек айтып тұрғанда бізге сенбейді. Қош, осы кішкентай дөңгелектердің ішінде не бар дейсің? Жұп-жұқа қағаздай жұқаның ішінде не бар дейсіз деп. Біз айтамыз, ол үшін біз сіздер чатқа қосайық, чатта кішкене отырыңыздар, 1-2 күн шығып кетпеңіздер, ең болмаса 1-2 жеті отырып тыңдаңыздаршы. Бұл жерде ерігіп отырған ешкім жоқ. Біз сіздерге жанымыз ашығаннан кейін ешкім дәрішпесе екен, емделсе екен, өздеріне жақсы витаминдер алса екен, ағзаларын көтерсе екен деп. Мен осыдан 2-3 ай бұрын ауылда тұратын өзімнің 4-ші інім бар. Соған белінен қиралаңдап жүре алмай жүр. Bir күні барсам, енді ауылдың жұмысын білесіздер, ауылдық жерде тұрады, мал ұстайды, бие сауады, қымыз піседі, қымыз сатады, сондай өздерінің кіші бизнестері бар. Содан бір күні барсам, белінен жүре алмай қалған бойы ұзын жігіт, белінде грыжасы бар, 2 бүйрегі төмен түсіп кеткен, енді ауылдың жұмысы ауыр. Сосын жаным ашытты, бір пачка осы как раз X-Pain'ді жаңадан алған, бір пачкасын осы X-Pain'ді апарып бердім. Саған мынаны менен сыйлық, саған ақшасын бермей қой. Осыны беліңе қолданшы, беліңе, табаныңа деп. Енді ішінде 25 штук бар. Ол енді бір күн, бір сутка жапсырғанның өзіне оған 1 ай жарымға жетеді мысалы. Содан айтпайды, қандай результат алдың, айтпайды, айтқысы келмейді. Ақшасын сұрайды деп ойлайды ма, мен түсінбеймін, күлдім. Сосын бір күнде енді ренжідім, сендер маған результатын айтсаңдаршы. Мен сенен ақшасын сұрап тұрған жоқпын, бірақ маған результат керек. Мен одан кейін қасымдағы адамдарыма айтуым керек деп. Сода білесіздер ма, ол қолданғалы 3 ай болды. Кеше жекесіне шығып сұрадым. Мен берген X-Pain'ді не істедің, түгел қолдандың ба, лақтырып жібердің ба десем, жоқ, мен бәрін түгел қолдандым, шүкір, жақсы дейді. Енді неге айтпайсың деймін. Біздің міне көрдіңіздер ме, датаго сондай біздің мына информацияға, мынау результатқа, мынау шынай айтуға сондай бір жадный екенімізді көріп отырмыз. Айдаладағы біреу емес, мен өзім туғандарым. Мінекей сол үшін де біз осы алып жатқан результат бәрібір болады. Болып жатқан жоқ, анау мынау деген сөздер болып жатыр. Мен даже өзімнің класстас балаларым бар, құрдас болғаннан кейін қалжыңдап ойнай береміз. Олар енді жастар 60 жасқа келген, әрине ер адамдардың көбі простатамен ауырады, белдерінен қисалаңдап, бүйректері ауырады, төмен түсіп кеткен. Бәрі ауылда полияда дейміз ғой, полияда жаңағыдай қызылша, бақша өнімдерін жасағаннан кейін, жұмыс жасағаннан кейін бәрінде қазір аяғынан өткен су суғарады, егіндік суғарады, шабындық суғарады. Содан әрине олардың беліне суық тигеннен кейін табаннан жаңағы простатасы басталады. Кіші дәреттерін отыра алмай жүргендерін әйелдерінен сұраймыз, кейде айтып қалады. Сонымен осы XG өнімін ұсындым. Ұялатын түгі жоқ, кластасым өзіне тікелей шықтым. Екеуміз жаман қатты қалжыңдасамыз. Сосын мен қазір бізде осындай өнімдер шығып жатыр. Менің қолданып өзімнің кластастарыммен кездескен кезде енді мақтанып қояйын, олардан 4-5 жас, мен жас сияқты көрініп тұрмын олардың қасында. Олар енді ауылдың адамдары, күтінуге уақыт жоқ, өздері тастап жіберген. Сонда жаңа XG-ні қалжыңдап отырып бір күн айттым, сен Мырзабек, сен ұялма, ұялатын заман емес қазір денсаулық керек, жаңа ауруын жасырған өледі дейді. Сен ұялмай, мен саған осы XG-ні тастап кетейін. Бұның бағасы осындай ақша, 18 мың деп айттым, тастап кетем, сен ақшаң болған кезде сал, ақшасын бермесең ем жүрмейді деп қалжыңдап күлдім. Бірақ қолдан. Сода міне қолданады, қанша ай, 1 ай, 2 ай өтеді, сұрасам, жоқ, білмеймін, бірде жапсырамын, бірде жапсырмай ұмытып кетем дейді. Сол бір күн әйелінен сұрадым, енді қалжыңдап әйелінен, келін ғой енді кластас. Сөйтсем, жоқ, бәрі жақсы, кіші дәретте жақсы, белім деп жаңағыдай мазасызданбайды, жақсы ұйықтайды деп. Сосын бір күн қайта айттым, сен енді ол бір пачкасын қолданып, ол қоя қоймайсың, жоқ дегенде ең болмаса 3 ай қолданшы, сонда керемет результат болады. Оған қосымша мына X-Pain'ді ал, X-Cool'ды ал, X-Recovery'ді ал, 50 мың теңге, сенің өмірің 50 мың теңге тұра ма деп қалжыңдап. Мінекей содан ол 4 пластырды алды, сол алған XG-ні 3 рет алды. Одан кейін тағы бір танысым магазиндері бар, өмір үлкен ауыр заттар тасып басып белінен кеткен, белден ауырады, аяғынан қисалаңдап жүре алмайды. Оған да X-схемамен X-Pain'ді и X-Recovery'ді, XG шөбін бердім, тағы бір пластыр, X-Cool'ды бердім айтпақшы. Мінекей содан күшті результаттар көріп отыр. Біз айтамыз, өнімдердің жеке-жеке тоқталып тұрып, әрқайсы өнімді, бірақ олардың тыңдайтын уақыты жоқ, мән бермейді, сенбейді. Көрдіңіздер ме?
Сол үшін командаға шақырғаннан кейін біз оларға барып, қастарына барып, айтып түсіндіріп, шай ішіп отырып, әңгімелесіп отырып, қонақта отырып, жекесіне шығып та айтамыз. Жеке өздеріне шығып, сендер шын түсініңдер. Біз сендерге еріккенін айтып отырған жоқпыз. Бұл өнімдердің құдіреттілігі. Бұл тектен текке келіп отырған жоқ. Иә, білем, компания Қазақстанда өте көп өнімдер, өте көп. Ондай пластырлар да бар, басқа да қаншама өнімдер бар. Бірақ оны сіздерге біздер сияқты тәпіштеп, сендерге кім айтып арттарынан қалмай жүр. Қолдарыңа беріп ұстатып кетеді, болды. Қалай қолдану керек екенін айтпайды деп. Біз оның схемасына шейін жіберіп беріп отырмыз. Сол енді өнімдерді, мына X-Pay'ді айтып отырмын. X-Pay'дің қазір енді дефицит, келесі Құдай қаласа Алматы складына осы жетінің аяғында кеп қалар. Өткенде біз өткен суббота күні сұрағанда келесі жетте келеді деді. Сол үшін сол X-Pay'дің продукциясын молырақ қылып алып алғанымыз дұрыс. Асқат Алиев бір сабағында айтқан, мен бір контракт жаңағыдай премиум пакетте 375 мыңға тек қана X-Pay'ді алдым деп. Көрдіңіз бе, ол кәдімгі анау ыстық пирожки сияқты пісіресің өтіп кетеді. Және жадың жетпей туған туысқандарыңызға бір мынандай пластинкасын беріңіздер. Сол жерде ауырып отырса да кішкене сөйлесіп отырып, енді біз ауруларды қуып кетсек өзіміз де ауру боламыз ғой. Соны жаңағы талай отырған жерде мен қазір қорқпаймын да, ұялмаймын да, бірден айтамын. Осындай мына X-Pay'ді қазір қойыңызшы. Я жабысып беріп қоямын, әңгімелесіп, шай ішіп бүйтіп болғанша жаңа ауру ұмытып кетеді. Қалай болдың сен? Жақсы, Құдайға шүкір дейді. Көрдіңіз бе? Сосын сол күні олар алмайды, тыңдамайды енді қонақта отырғаннан кейін. Бірақ 2-3 күннен кейін өздері шығады. Кеше ғана пластырдың не пластыр еді, соны қалай алсам болады деп. Бол, мен арқылы аласың, кел офисқа кел, болмаса тағы бір жерде кездесейік, саған тереңірек барып түсіндірейін деп. Ерінбей барып біз оны түсіндіреміз. Өйткені енді біздің жұмысымыз сол болғаннан кейін. Енді бізде қазір қандай шаруа? Біз қазір бала шағамызды өсірдік, Құдайға шүкір. Біз пенсияға шықтық, Құдайға шүкір. Енді пенсияға шыққаннан кейін біз бала бағуға міндетті емеспіз. Біздің енді екі өміріміз жоқ. Пенсияға біз не үшін шықтық? Өзіміз үшін шықтық. Мен балаларыма айтамын, қазір ғана қуып жібердім бәрін. Қайтыңдар, болды, мен қазір сабақ беруім керек. Мен өз үшін өмір сүруім керек деп. Мен өзім ақшамды аямаймын. Ең басты денсаулыққа. Маған қазір ол көйлек көншек, ол маған қызық емес. Киетін киім бар, ішетін тамақ бар, Құдайға шүкір, бірақ денсаулық. Қаншама адамдардың ауырып, аяқ астынан жүрегі тоқтап қалып, мысалы кеше мысалы біздің екі күйеу баламыз бірінің артынан арасы бір-ақ күн қайтыс болып кетті. 21 күн мен чуға барамын. Бәріне давление, бәрінікіне аяқ астынан жүрек тоқтап қалды. Түсініксіз аурулар. Жап-жас қалай жүрегі тоқтап қалады. Өйткені олар өздерінің денсаулығын күтпегеннен көп зарлеуім жүреді. Ішетіндері дизи, жаңа горилла дема, дүние пәлені ішеді, мінекей. Өз денсаулығын сыйламағаннан кейін, өзін өзі құрметтемегеннен кейін осындай ауруға душар болып жатыр. Ауылда бір інім бар, осыдан бәленбай жыл бұрын үлкен операцияға түскен. Содан бері қаралмай кеткен. Сол бүгін есіме түсіп, мен соған сұрадым, Айдар, жағдайың қалай, сен қазір КамАЗ айдап жүр екенсің, анализің не болды десем, врачтар айтты, жазылмайтын ауру сенікі деп. Сонымен ол бала өзін өзі тастап жіберді. Содан қазақша шеше, соны қазақша сүйреп, қазақша ем-дом. Сосын өткенде айттым, қазақша ем-дом жасап жүретін заман емес, қай заманда өмір сүріп жатсың. Ақыр сен емші домшыға сенеді екенсің, олар бір Қытайдан келген врачтар дейді, қолдан шөп дәрі анау жасап береді екен, оның өзі 400 мың теңге. Бір мешок шөп дәрісін алып алған, оны қалай қайнатып ішетін уақыты жоқ, иісі деген сасық әлем дейді. Бірақ оның 100% оған гарантия жоқ. Мен айтам, гарантия саған ешкім де бермейді. Саған Құдай өзі кешірсін дедім, Құдайға қарсы. Құдайдың өзі саған гарантия бере алмайды. Сен қай күні өлетіңді, қалай талқан таусылады, сол күні өзіңде кетесің. Өлмейтін адам жоқ, бәріміз де өлеміз. Бірақ сол өлгенге шейін өлдім екен деп ауырып жатпай күтіну керек, іздену керек. Қандай жақсы өнім бар. Қазір интернет, қазір TikTokқа кірсең, қазір Инстаграмға кірсең, миллион өнім бар. Бірақ оны барып тәпіштеп саған күнделікті информация беріп отыратын адам жоқ. Ал біз өзіміздің ағайын туысқандарымызға жанымыз ашиды. Міне сол жігіт бүгін өзі шықты маған. Апа өткенде айтқан пластырларын қандай маған ыңғайлы деп, жолға алып жүрген ыңғайлы, төгіліп қалмайды, шашылып қалмайды деп айтып едім, соны алсам қалай болар екен деп. Болмаса қанша қалайын, бір 5-еуін алайыншы деп. Енді 50 мың теңгеге тіркелді, ал қолдан жолыңда беліңе салып жүресің, жабыстырып жүресің, X-Pay деген өнімнің өзі чего стоит, ал деп. Сол келісті, алатын болды. Қараңыздар, оны біз тәпіштеп айтқаннан кейін әркімге өз денсаулығы керек. Жаны қиналған кезде, асқынып кеткеннен кейін амал жоқ, ешкімде оған қолы күші келмей жатады. Сол үшін де ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деп атам қазақ босқа айтпаған. Мінекей Алла бізге осындай күшті дегенде енді керемет өнімді беріп отыр. Пластырларды. Енді әр пластырды енді сіздер арамызда жаңа адамдар жоқ, әрқайсысын жеке тәпіштеп айтып отырмай ақ қояйын. Өзімнің
қолданған пластырларымның бәрін осы 9 түрлі пластыр түгел қолданып отырмын. Міне қазір мына құлағым артында біреу, мына құлағым артында біреу, рековери мойнымда, аяғымда, табанымда, жіліншігімде бәріне жапсырып тастадым. Ауырса да ауырмаса да кейде ана алып жатқан менде потребительдер көп, олар бәрі алады да төртеу бесеуін алып жапсырып болдым ғой, бітетін кезің болды ғой, енді қайталап алсаңшы, 3 ай хотя бы қолдан десем, ауырып жүрген жоқпын, ауырмасам оны несіне қолданам дейді. Мен айтамын, қызық, сіздер қатырасыздар. Ауырып енді өлетін кезді іздеп жүрсіздер ме, қай уақытта мен ауырамын деп, ауырмай тұрып бұны қолдану керек. Ағзаңызға сіз енді күнде тамақ ішпесеңіз арам өліп қаласыз ғой, сіз қиналып. Сол сияқты бұл да сіздің ағзаңызға керек тағамдар ғой, тағам ретінде дәрумендер. Сол үшін алыңыз да жапсырып тастаңыз. Сіздің ешқандай уақытыңыз талмайды, мазаңыз талмайды. Бұл өз қызметін атқарады. Сіз өз қызметтеріңізді атқара беріңіздер деп, оны жаңа күлдіріп әңгіме қылып айтамын. Ал біз айтсақ, олар қызығып тыңдайды. Сіздерді тыңдасақ, бір адам сияқты өмір сүргіміз келеді. Сондай әдемі қылып айтасыздар, осы сет әлемінде жүргендердің бәрі сіздер сондай анандай бір адамда бір сиқыршы, сондай бір дуалап тұрған адам сияқтысыздар дейді. Мен айтамын, жоқ. Біз бұны өзіміз жақсы біліп алдық. Біз бұны өлімдерді жаттап алдық, қалай қолдану керек екенін. Сол үшін адамның ағзасына қалай күшті әсер беретін, соны біз жаттап алдық та, біз өзімізге қолданғанды сіздерге айтқымыз келеді. Сіздерге соны жетсе екен, осылардың санасына, денсаулығын осыны күтсе екен деп жанымыз ашиды. Бірақ сіздер түсінбейсіздер, ақшаларыңызды аяп қаласыздар. Ақшаменен адамда сынаса, ақшамен сынасын, денсаулықпен сынамасын дейміз. Ақша табылады, ал денсаулық ол өте қиын табылуы, қайтадан орнына келтіруі. Соны біз бар күшімізбенен айтуға тырысамыз. Сол үшін де уақыттарыңызды аямаңыздар, қорықпаңыздар, айтуға ұялмаңыздар. Ол Алладан келетін сауап. Сіз неғұрлым айтқан сайын Алла сізге соны еселеп беретін, оны өздеріңіз де білесіздер. Мен соны өзім көзім жақсы жетті. Осы жақында ғана бір керемет бір үлкен сабаққа, 4 күндік бір трансформациялық сабаққа қатыстым. Расында да біз білмейтін ілім мен білім көп екен. Өткенде бір мен сабақ бергенде айтып қалдым. Сондай адам, біз білімге аш екенбіз. Біз аштықтан өлмейді екенбіз, білімге аш болғаннан. Өйткені білмегеннен адам білімсіз болғаннан қараңғы өмірде қалып қалған сияқтысыз. Қаншама білмейтін қалада жүрген адамның өзі арасында отырып, сол елімде надо же, даже университетте беріп сабақ берген адам өзі айтады, мен бәленбай жыл институтта сабақ беріп жүріп, мен мынандай білім алмаппын, естімеппін. Сіздер бұл білімдерді қайдан алып отырсыздар деп сұрайды. Мен айтамын, қалай қайдан алып отырмыз? Біз де ізденеміз, біз де сол компанияның жақсысын іздейміз, әдемісін іздейміз, адам ағзасына пайдасы тиетін, тез әсер беретін дүниені іздедік. Міне сол дүниені тап болдық, Құдайға мың шүкір. Компаниямыз біздің өте керемет. Біз Анталияға міне жақында ғана барып келдік, командамызбен бірге қаншадан Қазақстаннан бардық. Ол түріктердің уровеньменен бізді салыстыруға тіпті келмейді. Олардың білімі, олардың ілімі, олардың мына миы, адами қасиеттерінің байлығын көрген кезде біз әлі қайда деп отырдық ішімізден. Бірақ бәрін жасауымызға, оларды да қуып жетуімізге болады. Кейде мен отырған кезде қасымдағы достарыма, класстастарымның өзі, мен енді мақтанып сіздердің алдарыңызда бір мақтанып кеткендей болдым. Бірақ класстастарымның, достарымның арасында отырған кезде мен тоқтай алмаймын, сөйлеп кетемін, осындай бір әңгімелерді айтып, мақтанып, мына компания жайлы, мына кластерларын айтқан кезде олар мен жыны келіп қатарларын қосқысы келмейтін, келіп алып, осы біздің қанымыз ішеді, отырып қазір пластырымды ал, ананы ал, мен товарымды ал деп жалынатын сияқты. Мен жоқ. Мен басқа анау-мынау әңгіме айтып отыратын уақытым жоқ, қыздар. Маған денсаулық керек. Мен өзімнің миссиям бар, ол адамдарға көмектесіп қолын созу. Түсіндірсем екен, елдерге жеткізсем екен, елдер осыны естісе екен деп айтамын. Маған басқа біреуді өсектеу, біреуге күнәні мойныма артқым келмейді. Иә, кезінде бәріміз періште болып туған жоқпыз, бәріміз де кінә жасадық. Біреуді өсектедік, біреуді жақтырмадық, біреуіне әңгіме қылдық. Бірақ қазір біздің әлеміміз таңғажайып әлем. Мен сол осы сет әлеміне келгеніме өте бақытты сезінемін өзімді. Өйткені адамдарменен, қарапайым адамдармен, өзімнің қатарларым, өзімнің құрбыларым, сет әлемінде жоқ адамдармен сөйлессеңіздер, олардың ойы, сана сезімі әлде қайда бізден төмен екенін мен соны байқадым. Әңгімеміз кейде жараспай қалады, білем, жараспай қалады, бірақ та біз сонда да айтамыз, қыздар, денсаулық керек пе, әдем болып жүргілеріңіз керек ме? Міне мына өлімді қолдандаршы. Қазір бір-екі құрбым сенбей мені сондай отырған жерден қасынан тұрып кететін қыздарым болған. Қазір міне өздері иіліп, әй қыз, ана пластырың қандай еді өткендегі, бес соны көрейік деп сондай немен сұрайды да, мен күлем. Енді мен оны енді былай керек етіп айтпаймын ғой. Өткенде мен сенбей отырған, неменеге алайын деп қалдың деп айтпаймын. Әрине, денсаулық күткің келсе, құба ғой, пожалуйста, ала ғой. Міне қолдан көр.
Енді өздері сол X-пейнді көріп отыр. X-пейннен пайдасын көрді. Бәрінікі артрит, бәрінікі артроз, бәріміздікі жаңағы сүйектеріміз қисайып жатыр, жүре алмайды, тізелерін баса алмайды, операцияға дайындалып отыр. Жаңағыдай титановый дей ма, бірдеме дискі қояды екен аяққа деп. Мен айтамын, оны қойғызып үлгересіңдер. Ол удачно салынып операцияң жақсы жүріп кетсе көрім. Ал жүрмей қалсаң, ол екінші операция жасағаннан кейін оны Құдай біледі. Ал орныңа отырып жатып қалсаң, саған кім көмек береді? Сол үшін бәр денсаулықты күту біздің өзіміздің қолымызда екен. Мен соған әбден көзім жетті. Иә, өзің жүрегің тыңда. Мен Құдай емеспін, сіздерге осы пластырды жапсырсаң, шауып жүріп кетесің, бүткіл ауруың 100% жоғалып кетеді деп айта алмаймын. Өйткені бәрі өзіңе байланысты. Енді біз 18 жастағы, 14 жастағы балалар емеспіз ғой, организміміз жас. Біздікі әбден ішіміздің бәрі шлакқа, токсин шлакқа толып кеткен. Соның бәрін тазалау, ол бір күнде, бір айда, 2 айда, 3 айда емес, оны жылдар бойы тазалаймыз біз. Мінекей жалғыз мен X-Slim деген өнімді алғанда бірінші осы X-Slimді іштім. Өйткені менде запор. Сосын буындар қайтадан бастала бастады, ауырып сүйектерім. Сосын осы X-Slimді іше бастаған кезде мына напиток сосын дейміз ғой, өте керемет. Дәмі де бас кезінде кішкене тәттілеу, мен кішкене ұнатпай жүрдім, бірақ амал жоқ, ішуге тура келді. Өйткені денсаулық маған іш. Өйткені бұл детокс деп айтсақ болады. Ішкі ағзамыздың бәрін тазалайтын. Бұл мынау тамаққа дейін жарты сағат бұрын ішіп аласыз бұны. Ішіп алғаннан кейін мен уже 3-ші пачкасын бітірдім. Құдайға мың шүкір. Салмағымнан көп салмақ тастадым деп айта алмаймын. Көп болса бір 3,5 килограмм сондай ақ тастадым. Өзі көп тастай алмадым, бірақ объем кетті, көлем кетті, көлем. Өйткені мен ағзам ішетін асқазаным ісіп тұратын, қандай тамақ ішемде ісініп кететін, тура ішім бітіп, шарбы бек қабат әйел сияқты кең көйлек киіп уже әдет болып кеткен. Қазір Құдайға шүкір осы X-Slimнің үшеуін іштім, арасында бір 10-15 күн тастап. Мінекей бүткіл ағзаңызды ішкің тазалап, бауыр, жаңағы тәтті, сахары бар адамда, жаңағы қант диабетімен ауыратын адамдарға да оның пайдасының өте көп екенін мен білдім. Өйткені менде де кейде сахар бар, 4 емес, енді 6, 7, 8-ге шейін көтеріп кетеді, кейде бір ренжімей тұрмайсыз ғой, бала шаға болған, өмір болғаннан кейін бір кейде бірдеңкеге жай кейіп қалсаңыз, мен өзім тілімнің құрғақтығынан біліп қоямын. Тілім таңлайыма жабысып, кішкене сахарым көтерілді ғой деймін деп, өзімді өзім тоқтата қоямын. Жоқ, ашулануға болмайды бізге деп, өзімізді сабыр сақтап қолға ұстауды үйрендік. Осы сет әлемінің арқасында осындай әдемілікке, мәдениетке, сабырлыққа, байсалдылыққа сонда үйретті. Мінекей осы және мынау холестеринді төмендетеді. Холестерин төмендетеді. Біз майлы тамақ ішкеннен кейін білесіздер, ағзамыз ол холестерин 2-ның бәрімізде почти бар, тамақ ішіп отырғаннан кейін. Мінекей соның қанша тамақ ішсем, сондай бір көп опырып іше алмайсыз, бұл сіздің тамағыңызды жаңағындай бірден нормаға қойып тастайды. Бұрынғыдай табақ тамақ іше алмайсыз. Өзіңіздің арнайы кішкене ғана арнаулы табағыңыз болады. Өзің сол әдетке айналдырып аласыз. Көбінесе жаңағы қайнақ су ішесіз, шөлдетеді ішкеннен кейін. Соның бәрін орнына келтірген мінекей осы X-Slim өнімі. X-Slimге өте қатты рахмет айтқым келеді. X-Slim жаңағы ағзадағы ақуыз деген қажеттілігін жаңағындай қанағаттандырады дейміз ғой. Вот соны белок дейді ғой, белокты нормаға келтіреді. Сонысы маған қатты ұнады. Және бауыр қызметін, және мынау асқазан ішек жолдарын жақсы тазалады. Бұны ішкеннен кейін ішіңіз тазаланып, енді ішіңіздегі бүткіл паразиттеріңіз, құрттарыңыз, әлем тағам түскен кезде өздеріңізді сезесіздер. Мен сол X-Slimге өте қатты ғашық болдым. Енді өткенде акция болған кезде тағы да 2-ін алып қойдым. Енді қазір мен магний водород ішіп жатырмын. Магний водородты бәрін арастырмай қояйын дедім. Магний водородтың өзі керемет магний водород ішіп жатқандарыңыз бар болса, бөлісіп отырсаңыздар болады. Әлі уақыт бар екен. Магний водород ішкендеріңіз бар ма? Кофе расскажите, Жанхан ханым, кофе. Или айттыңыз ба уже? Жоқ, кофені айтқан жоқпын. Кофе айтсаңызшы. Мен кофенің, черный кофем бітіп қапты. Менде кофе мынау латте и 2 в 1 бар. Осыны кофенің өзін енді мен айта алмаймын. Кофенің өзі, расында да бұл компанияның өнімдері, құрметті қанымдар, өте бір тамаша ғой, тамаша тұра бір ғажайып деп айтсам да болады. Бұрын кофені ішкен кезде, мен жол жүріп жатқан кезде, кофені ішкен кезде иісіне қатты қызығып, сол иіссіз не бола алатынмын. Бірақ енді өзімді жақсы көремін, бірақ жиі ішпеймін, анда-санда бір ішіп қоятын. Сосын жол жүрген кезде әсіресе Талдықорғанға жиі барам, сонда заправочный станциялардан үлкен бір стакан сатып алатынмын. Соны алып жолда әйтеуір сондай кайфпен ішіп барамын да, әдемілеп, бірақ біраздан кейін жаңағы менің асқазанымды
қыжылдатқан кезде сондай қатты мазамдалатын сондай кофе. Өйткені бір кезде Бауыржан мырза соны жақсы айтты. Өйткені ол ыстық кофе қағаз стаканға құйып берген. Ол қағаз қандай жағдайда жасалынып жатыр. Қарап отырсаңыз, оның бәрі мусордағы атқоттан жасалынады деп айтқан кезде мен көңіліме қатты алып қалдым. Содан кейін ондай жерден кофе алып ішпейтін болдым, даже кофейнядан да алып ішпейтін болдым. Содан мінекей осы кофе келген кезде қатты қуандық. Бірақ қорқа іштім, қызығып алып алдым да. Давлением көтеріп кетер ме екен, асқазанға таңдай қыжыл бере ме екен дедім. Жоқ, Құдайға мың шүкір. Үшеуін де іштім. Үшеуін жаңағы қара кофесін мен қарадай іше алмадым. Шынымды айтайын, сүтпен қосып, бал салып сөйтіп іштім. Бірақ қанша ішсем де күніне 2 рет 3 рет ішем. Кейде даже түнде жатар кезде де бір қызығып ішіп алдым. Ешкім келіп тұрады екен, тартып тұрады, ешкім келіп бірдеме жетпей тұратын сияқты. Сонда ішкен кезде ешқандай не давлениеңіз көтерілген жоқ, не асқазанымыз қыжылдаған жоқ, не сахарыңыз да көтерілген жоқ. Көрдіңіз бе, бұның өзі емдік қасиеті ішінде. Емдік қасиеті бар, жаңа айтып жатырмыз ғой, ішінде гребе рейша деген бір өнім бар. Оның өзінің тарихы терең неден жасалынған екен. Тарихы мен қазір естіп едім, қазір нақты айта алмаймын, өтірік айтып қойып жүрмей. Гребе рейша деген ол біздің адамдардың өмірін ұзартады екен. Қан қысымын реттейді, және адамға үлкен ұзақ ғұмыр сыйлайды. Сондай қасиеті бар екен бұл кофелердің. Және басыңызды да ауыртпайды. Және кофе ішкенде кейде ұйқым ашылып кетеді дейді ғой, түнде ұйықтар алдында ішуге болмайды деп. Бірақ мен әдейі соны 1-2 рет іштім, бірақ ондай болған жоқ. Қайта керісінше ұйқыңызды, басыңызды, ми қызметіңізді бәрін тыныштандыратын қасиетке ие екен. Сондықтан мына кофелердің кереметтілігіне сөз жоқ. Жаңағы айтып жатырмын ғой, бала шағамызға шейін, қазір немерелерім осы кофенің бәрін, жаңа студент немерем 10 жас оқитын қыз екеуге осы кофенің бәрін солар ішіп бітірді. Өткенде акция болған кезде мен оларға қып алып алғам. Міне уже соңғы мынандай штучно ғана қалды менде. Бұл кофені де қорықпай алып ішулеріңізге болады. Жол жүргенде әсіресе, жол жүргенде әйтеуір термосыңызға кипяток су құйып алып, үстіне салып, 2-ге бөліп ішсеңіз де болады, мына өзі 2-ге бөліп ішсеңіз де болады. Кәдімгідей молынан жасалынған. Және бұның ішінде анау порошок қосылмаған, сухой молоко дейді ғой, құрғақ сүт, ондай қосылмаған, ақ шоколад қосылған дүние. Дәмі тіліңізде қалатын бір сондай бір әдемілік. Бұны ішкен кезде өзіңізді бір бай адамдар сияқты бір әдемілеп, смаковать етіп ішетін болсаңыздар, расында да бір ғажайып дүние. Мен оны ішкен кезде бір өзімді бір сондай жақсы сезінемін. Расында да мына компанияға келгеніміз қандай керемет деймін де, әр өніміне қызығып ғашық болып отырасыз. Қорқатын түк жоқ. Менің ана басқа жағымды ауыртып жіберсе қайтем, басқа ауруымды қозғап жіберсе қайтем деп кейбір қорқынышпен отырады. Жоқ. Біз кейбіреулер тіпті қорқады. Маған даже айтпаңыз. Маған ештеңе ішуге болмайды. Маған врач айтқан, даже ондай пластыр, ондай БАДы, ондай напиток, ондай бәлені ішуге болмайды деп азар да безерде қашқан кезде мен таңғаламын. Ой аласыз, сонда қандай заманда, қандай ғасырда өмір сүріп жатыр, кішкене болса да тыңдап көрмейсіздер ме? Мен сіздерге өзім живой примермін деймін да. Мен бұрын осыған дейін жаңағы достарым, таныстарым, класстастарым ауылға барған. Мен бұрын қандай болдым? Мен сенбесем, мына қасында бала шағам отыр, таныстарым отыр. Мен қазір дәрі дегенді ұмыттым. Уже 5 жыл, таза 5 жыл болды десем де болады. Врачтардың мен учетта тұрғам, давлениедан. Сонда маған тонна дәрі жазып беретін, осының бәрін 5 дәріден осының бәрін ішесіз деп. Жоқ, мен оның бәрінен отказ бердім. Жоқ, ішпеймін дедім. Мұқтаж жандарға бере беріңіз, маған керек жоқ, рахмет. Мен қазір осы пластырларды жапсырып жүрмін деп. Сонда өткенде немерем қатты ауырып, әнеме өзі 10 жас оқиды, құлақ қапты класс мектебінде. Соны больницаға апарған ғой, біздің жаңа участковыйымызға. Жаңа врач, педиатр. Аянат, мен саған дәрі жазып бергенмен, сен оны ішпейсің, мен білемін. Одан да апаң айналысып жүрген пластырлармен, өзінің жаңа БАДыларын соларды алып іше берші деп врачтың өзі мойындап отыр. Өйткені бір кезде мен қатты ауырған кезде маған бір пакет дәрі жазып берді, бәрі тегін, жартысын сатып алдым, жартысын тегін дедім, жоқ алмаймын мен бұның бәрін. Сосын өздеріне сұрақ қойдым ғой врачтың өзіне. Сіз кешіріңіз, Ақжүніс Бақытқызы, сіз осыны өздеріңіз ішесіздер ме осы дәрілерді? Деп басын шайқап күлді. Жоқ деп. Көрдіңіздер ме? Врачтардың өздері мойындап отыр. Мен жақында ғана осы 1-2 күн бұрын ғана жаңалықтан естідім. Денсаулық сақтау министрлігі қазір үлкен бүткіл мына Қазақстандағы аптекаларды тексеріп жатыр. Соның 30% улы, денсаулыққа зияны өте зор дәрілерді тауып отыр екен. Неге болашақта олардың бәрін арзандататын, халыққа жетпей жатқан дәрілердің бәрін тығып қойып, сондай подпольный келген дәрілерді жаңалықтардан естіген кезде мен өзім шок болдым.
біздің бағымызға орай, біздің тілеуімізге орай күндердің күні адамдардың бәрі осы пластырға келетініне мен көзім 100% жетеді. Сол үшін ханымдар, өздеріңізден қандай результаттар бар, өздеріңізде бір ауыз айтып отырыңыздар. Меруерт ханым отырсыз. Сізден де керемет результат бар. Меруерт ханым менің тікелей командамдағы бір сұлу жаным. Бұл кісінің өзі жасы 70-ке келген кісі, 70-ке келіп қалған. Или асып кеттіңіз Меруерт ханым. Бірақ өте жас көрінеді. Өткенде ғана Төркін жағына барып, өзінің результатын айтып, қызықтырып келді. Ол кісінің де адамдары, потребительдері өте көп. Косметикасын алып отыр, пластырларын алып отыр. Меруерт ханым, өзіңіз результатыңызды айтасыз ба? Кеш жарық ханымдар, саламатсыздар. Мен светті өшіріп, құлағымда телефон уже ұйықтайын деп жатырмын. Ұйықтамаңыз, ұйықтауға болмайды. Кофе ішіңіз. Неғып кеш бастайсыздар, Жарылхан ханым? Мен сағат 8 бен 9-да уже ұйықтаймын. Дұрыс ұйықтау керек. Иә, дұрыс ұйықтамаса мен болмайды. Слайд жабыстырсаңыз, онда нормально ұйықтайсыз. Жоқ, оны қолданып жатырмын ғой, мен нормально ұйықтаймын. Вот именно соны жабыстырғаннан кейін маған сол уақытта ұйқы келеді уже. А то бұрын сағат 12-1-ге дейін жүре беретін без пластырлар болмағанда. Айтыңызшы, Меруерт ханым, сіз енді қолданып жассыз, жасыңыз қаншада, қалай қолданып жассыз, қандай результаттарыңызбен бөлісіп кетіңіз? Жасым 65-те, енді қолданып жатырмын. Қазір вот сіз өзіңіз айтып жатсыз, кешке таман кофе ішіп аламын деп. Мен де міне қазір сол кофемді ішіп алып, бағана где-то бір 15 минут өтті. Енді мен кофе ішсем, мен ұйықтатады тоже. Қазір данный момент енді мен магний водород ішіп жатырмын. Действительно, менде суставым проблема ғой. Деформация костей. Қақсатып ауырды, тоже 1-2 күн белім деген енді апарғанда ужас. Өйткені у меня позвонок тоже проблема была. Сол пластырларды қолданып, сол шүкір жақсы болып жүр. Сол Жанхан ханым. Что-то бүгін адамдар аз ғой. Енді қыздар бәрін біледі уже. Олар өлімдер жайлы біледі. Новичоктарын қосқан жоқ. Бүгін новичоктарымыз келмеді. Мен бір Қытайдан келген сіңілім бар еді. Оны кір десем кіре алмады. Қаскелең жақта сет ұстамай жатыр деп. Сол қазақша бүгін мен саған қазақшасын тыңдашы, ең болмаса деп. Соны қазақша кіргізіп едім, кірмеді ғой оғыз. Иә, енді өлімдер жайлы өзіңіздің ойыңыз қандай? Ұнап жатыр ма сізге? Ұнап жатыр. Сол өнімдерді өзім алып қолданып жатырмын ғой. Потребитель пока. Дұрыс. Күлмайра ханым, сізде қандай результаттар бар? Сізді естігіміз келіп отыр. Сәлеметсіздер ме? Менде де результаттар бар. Көзім ауырып, сол көзім операция істеген соған қазір жапсырып жүрмін. Сосын белім қай күні шойырылып қалды ма, почти белімді қатты ауырып қалды. Соны экспрессінде жабыстырып ем. Соны бір сағат па, 2 сағаттан кейін уже жүгіріп кеттім ғой. Күшті көмектесіп жатыр. Мен тоже үлкен неге кіргем, прием неге бүкіл нелерім бар, бәрінде ішіп жатырмын. Сұрағандарға штучно сатып жерім, ал былай алмайды. Ой, ақшам жоқ, ой, қымбат.